Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгінгі тақырыбымыз бауырмалдық. Бауырмалдық адам бойындағы туысқандық, ағайынкешілік, қарым-қатынаста адалдықты білдіретін ұғым. Бауырмалдық тек туыс емес, өзгені де өз бауырына жақын тұту, жақсы көру сезімін, бір-біріне деген мейірімділігін, жанашырлығын, қамқорлығын білдіретін құнды қасиет. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала былай дейді: Астағфирулла, иннамал муъминуна ихватун. Шын мәнінде муминдер бір-бірлеріне бауыр деген. Абу Хурайратадан келген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: мумин адам достасқыш, достаспайтын, тіл табыспайтын жаннан қайыр жоқ деген. Тағы да бір хадисте Абдулла ибн Омардан жеткен руаятта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: мұсылман мұсылманның бауыры, оған зұлымдықта қылмайды, оны құрдымға тастамайды. Кімде-кім бауырының қажеті үшін жүрсе, Алла оның қажетінде болады. Кімде-кім мұсылманның бір қайғысын сейілтсе, қиямет күні Алла оның қайғы қасіретінің бірін сейілтеді. Кімде-кім мұсылманның айыбын жасырса, Алла оның айыбын жасырады деген имам Бұхаридің жиынтығында. Дана халық жатырқау жаттың ісі, жақындау хақтың ісі деген. Жақсыда жаттық жоқ деген сөз де бар. Қорытындылап келсек, бауырмалдық, адамгершілік, имандылық, қамқорлық һәм кең пейілдіктің бір тармағы. Бұл игі сауапты іс. Осы сауаптан құр қалмайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.